Міне донышканы обработка жасап дайындап алдым. Енді жанын тоқимыз. Біздің аяқтаған жеріміз сәл білініп тұрады, көтеріліп. Біз спираль тәрізді тоққандықтан біткен жер көрініп тұрады. Сондықтан біз бастағанда бұл бітірген жерінен бастамаймыз, басқа жерінен бастаймыз. Сонда мынау білінбей кетеді арасында. Егер дәл осы жерден бастайтын болсақ, онда осы жер көрініп қала береді. Яғни кез келген жерінен бастап тоқимыз. Міне қараңыздар, мынау бізде соңғы рядымыз мынау міне. Соңғы рядтың петлялары міне тұр, өрімдер болып көрініп тұр. Ал мына тұрған ол біздің ең соңында тоқыған соединительный столбиктеріміз. Соңында, ең соңында жасап шыққанбыз. Бұл қатар емес, бұл просто жанын жағын тегістеп тұру үшін, көмкеріп тұру үшін жасалған нәрсе болды. Енді біз тоқыған кезде, қазір жанын тоқығанда, мына соңғы рядымыздан бастап тоқимыз. Крючокты осыдан кіргіземіз. Бірақ крючокты кіргізгенде біз мына қатарды былай толық кіргізбейміз крючокты. Яғни мына соңғы қатардың мына артқы тінінен кіргіземіз крючокты. Және мына жерде мына соңғы тоқыған соединительный столбиктардың астыңғы жібі бар міне. Теріс жағынан тоқығандағы жібі тұр міне. Перемычка дейді орысша. Яғни біз крючокты мына соңғы қатардың артқы тінінен және мына перемычкадан кіргіземіз. Өзі көрініп тұрады, міне екеуі қатар. Осылай кіргізіп тоқитын боламыз. Жібімізді шығарып алып, бір жай ілмек тоқимыз, ең бірінші. Енді осы жерге бұл жай ілмек тоқылған, бұл бағанға саналмайды. Сондықтан дәл осы жерге бірінші крючокты кіргізіп, дәл осы жерге тағы да бірінші бағанды тоқимыз. Міне бірінші бағанды тоқимыз. Мына жіпті арасына қосып тоқып жіберуіміз керек. Ол үшін оны осылай бірге қатар ұстап отырамыз. Енді міне екінші ілмектің артқы тіні, былай көрсетіп алайын, артқы тіні және мына перемычка тұр, осы екеуінен крючокты кіргіземіз. Так, мен мына крючокпен бастап кетіппін ғой. 3,5 крючогыммен тоқимын. 3,5 крючогымызбен тоқимыз. Себебі ана крючок мына жерден онша кірмей жатыр, кіргізуі қиын. Сондықтан жіңішкелеу крючогымызбен тоқимыз. Міне екінші бағаны тоқыдым. Келесі міне осылай кіргіземіз. Мынау арасында қалады. Жібімізді шығарып алып, бағанымызды тоқимыз. Міне дәл осылай айналдыра тоқимыз. Дәл осылай ешқандай өзгеріссіз спираль тәрізді айналдырып тоқи береміз. Ешқандай жіп қоспаймыз, ешқандай қысқартпаймыз. Тек айналып тоқи береміз спираль бойынша. Биіктігі 8-10 см болғанша тоқимыз. Осылай 8-10 см болу керек. Ал аяғына дейін өз бетімізше тоқып шығамыз. Міне бір айналып тоқып келдік. Мына жаңағы бастаған жерімізге келдік. Енді ары қарай кәдімгі қарапайым мына жерде қалай тоқыдық, солай іліп тоқимыз. Яғни мына бағанымыздың мына өрімдерінен толық крючокты кіргізіп тоқимыз. Мен ары қарай 4,5 крючокпен тоқимын. Егер сіздерде екі түрлі крючок болмаса, бір крючокпен тоқи берсеңіздер де болады. Бірақ тоқыған крючогыңыз, шляпаңыздың көлемі крючогыңызға байланысты болады. Крючогыңыз үлкен болса, 8-10 см-ге қатары басқаша болуы мүмкін. Қазір 4,5-мен тоқығаның, 3,5-мен тоқығаның қатар саны басқаша болады. Енді дәл осылай ешқандай жіп қоспаймыз, ештеңе кемітпейміз, ешқандай өзгеріссіз, тек спираль бойымен осылай айналдырып тоқи береміз. 8-10 см биіктікке көтереміз осылай. 8-10 см-ге өздеріңіз қалауыңыз бойынша, енді қарайсыз өзіңізге жеткілікті деген биіктікке дейін тоқыңыздар. Енді ары қарай біз тек қарапайым ғана осылай бағандарды, осылай крючогымызды екі тінінен де өткізіп, кәдімгі қарапайым жай бағандар тоқи береміз. Міне осылай. Жаңағыдай былай артқы тінінен өткізбейміз, тек осылай кәдімгі толық ілмектен өткізіп, осылайша ешқандай өзгеріссіз айналдыра өзіңізге қажетті биіктікке дейін тоқып шығасыздар. Міне мен 10 қатар тоқыдым. Және менде 8,5
сантиметр болды. Егер бұдан биіктеу қылғыларыңыз келсе, тағы да тоқисыздар. Маған осы биіктігі жарайды. Енді мен шляпаның жиегін тоқып бастаймын. Енді жиегін тоққан кезде біз жіп қосып үлкейтуіміз керек. Енді оны қандай реттілікпен үлкейтеміз? Қазір менде барлығы 66 қатар болып тұр, яғни 66 ілмек болып тұр. Сіздерде ол басқаша болуы мүмкін, себебі мына түбін тоққан кезде кейбіреулеріңіз үлкен қылдыңыз, кейбіреулеріңіз кіші қылдыңыз, сондықтан әртүрлі болуы мүмкін. Соны қалай бөлеміз енді, қалай жіп қосамыз? Менің жағдайымда 66, иә? Біз әрбір қатар сайын 6 жіптен қосып отыруымыз керек. Байқасаңыздар, біз мына төбесін тоққан кезде де әр қатарда 6 жіптен қосып отырдық, яғни 6 прибавка жасадық. Оны жыппаған деп та түсіндірдім, иә, 6 жыппағаннан қосып отырдық. Сол үшін біз тағы да солай 6-6-тан қосамыз, сондықтан 66-ны 6-ға бөліп аламын, 11 болады, иә? Яғни, мына шеңберді 6-ға бөлетін болсақ, соның әрқайсысында менде 11 жіптен деген сөз, иә? Сіздерде басқаша болуы мүмкін, 12 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін. Енді осы 11-дің, мен қазір жіп қосқан кезде бірінші қатарда, осы 11-дің 10-ын тоқып аламын да тақпағандармен, 11-шісінде жіп қосуым керек, е? Прибавка жасауым керек. Яғни 10 тақпаған тоқып аламын, және бір жыппаған тоқимын, яғни прибавка деп жаза берейін, бір прибавка жасаймын. Осылайша мен 6 рет қайталаймын. 6 рет қайталаймын. Сонда менде 72 болады барлығы. Яғни мына 66 6 қосылып 72 болады. Бірінші қатарда 72 жіппен бітірем. Енді екінші қатарда енді бізде әр рапортта 12-ден болады. Жаңа 11 болды, енді бір жіп қосылды әрқайсысында 12 болды. Енді біз осы 12-ның 11-ін тоқып, бір прибавка жасауымыз керек. Бірақ біз дәл сол ретпен қоса беретін болсақ, прибавкаларымыз, яғни жыппағандарымыз бірінің үстіне бір түседі. Бізде мынандай дөңбелек шеңбер емес, мындай бұрыштар шығып кетеді. Яғни 6 бұрыш болып кетеді. Біз мынаны осылай дөңгелек қылып шығарғанда, біз егер мына реттілікпен қосқан болсақ, мынау да бұрыштар шығып кетеді. Бұрыш шықпау үшін біз мына прибавкаларды бірінің үстіне бірін түсірмеуіміз керек. Яғни мына реттілікпен тоқымаймыз деген сөз. Енді қалай жасаймыз? Яғни екінші қатарда біз мына 11 тақпаған тоқымыз керек қой. Сол 11 тақпағанды 2-ге бөліп тастаймыз. 11-ді 2-ге бөлсек, 5-тен және 6-дан келеді. Яғни 5 тақпағанды тоқимыз, тоқып жібереміз, және прибавкамызды жасаймыз. Яғни мынаның 5-еуін тоқып, мына жерге прибавкасын жасап жібереміз деген сөз. Енді қалған мына реттілікпен, яғни 11 тақпағанды тоқимыз да, бір прибавкасын жасап, солай 6 рет емес, енді 5 рет қайталаймыз. Яғни мына 5 рапортта біз солай тоқимыз деген сөз. 5 рет жасаймыз. Ал 6-шысын біз міне тоқыдық, прибавкасы міне тұр. Ал жаңа 11-ның 5-еуін тоқыдық, енді қалған 6-ын тоқып жүреміз. 6 тақпағанын тоқып жүреміз. Сонда бізде барлығы 78 болады. Мына 72-ге 6 қосылып 78 болады. Яғни міне 5 прибавка, міне 1 прибавка. 6 прибавка қосылды. Енді келесі үшінші қатарды біз мына реттілікпен тоқимыз. Енді бізде әр рапортта 13 болды. Сол 13-тің 12-сін тоқимыз да, бір прибавкасын жасап, 6 рет қайталаймыз. Сонда 84 болады, менің жағдайымда. Келесі төртінші қатарды біз мынаумен қайталаймыз. Яғни бізде әр рапортта 14 болды енді. Сол 14-тің біз 13-ін тоқып, 14-шісіне прибавка жасау керек. Сол 13-ті 2-ге бөліп тастаймыз, ол 6 мен 7-тен келеді. Яғни 6-ын тоқимыз, прибавкасын жасаймыз. Енді мына жерде 13-ін тоқып, прибавкасын жасаймыз, оны 5 рет қайталаймыз. Содан кейін мына 6-ның қалған, мына 13-тің 6-сы ғой, сол қалған 7-еуін тоқып жібереміз. 7 тақпаған. Сонда бізде 90 болады. Міне осылай кете береміз. Енді 5-те мынаған қарап отырсаңыздар болады. Міне жерге бірінші бағанда 10 тақпаған тоқыдық, прибавка жасадық. 3-те 12 жасадық. Енді яғни 5-те біз 14 тоқимыз, прибавка жасаймыз, соны 6 рет қайталаймыз. Мынаған қарап отырамыз. 10 болды, 12 болды, 14 болды. Енді 6-шы қатарды біз мынаған қарасақ болады. Міне 5 тоқыдық, 6 тоқыдық. Енді, значит, 7 тоқимыз, прибавкасын жасаймыз. Мына жерде 11 болды, 13 болды, яғни мына жерде 15 болады. 15-ін тоқимыз, прибавка жасаймыз, 5 рет қайталаймыз. 15-ні 7-еуін тоқып кеттік, яғни енді 8-ін тоқимыз. Мынаған қарасақ та болады. 6 болды, 7 болды, 8 болды. Міне осы ретпен қайталай береміз. Енді 7-де мынаған қараймыз. 16 тоқимыз, прибавка 6 рет. 8-ші қатарда мынаған қараймыз. Осылайша өздеріңізге тиісті жалпақтықты тоқисыздар.
қанша жалпақ қылғыңыз келеді соған қарай, немесе жібіңіздің жеткенінше осылай тоқисыздар. Бірақ ең соңғы бағанда біз ригелин қосып тоқимыз. Ригелин қосқан кезде біз ешқандай прибавка жасамай тоқышамыз. Соған жіптеріңіз жетпей қалмасын. Яғни жібіңіз аз қалғанда уже соңғы қатар деп санап, ригелин қосып, ешқандай өзгеріссіз, прибавкасыз, сол барлық қанша қатар болды, қанша баған болды, сол бағанмен тоқышасыздар. Қазір соңында тағы көрсетіп жіберем. Енді бірінші қатарды қалай тоқитынын көрсетейін. Бірінші қатарда біз басқаша тоқимыз. Міне осы есеппен міне 10 тақпаған, бір жұппаған тоқып, сол ретпен тоқимыз, бірақ біз крючокты басқаша кіргіземіз. Енді крючокты былай емес, мына бағанды орай кіргіземіз. Міне мына бағанымыз ғой, осы бағанға былай кіргіземіз крючокты. Жібімізді міне осылай кәдімгідей шығарып аламыз и тоқимыз. Бұл бір болды. Келесі 2, 3. Міне осылай 10-ға дейін тоқып шығамыз. Міне 10 тақпаған тоқыдым. Бастаған жеріңізді осылай белгілеп кетіңіздер шатаспау үшін. 10 тақпаған тоқыдым, енді жұппаған тоқимын. Дәл солай міне орай кіргіземіз. 1. Енді дәл осы жерді тағы да орап аламын, міне. Тағы да екінші рет. 2. Яғни бұл 11 мен 12 болды, міне. Дәл осылайша енді 6 рет қайталап шығам. 5 рет қайталаймын. Енді 10 тақпаған, бір жұппаған, мына шетке дейін келеміз. Мінекей бірінші қатар тоқып болдым. Енді келесі қатарларды кәдімгідей тоқи береміз. Яғни крючокты кәдімгідей кіргіземіз. Мына біріншісі. Енді міне мына схема бойынша 5 тақпаған, бір прибавка жұппаған. Біреу. Міндетті түрде белгілеп кетіңіздер. Себебі санаудан шатассаңыздар, осы басын қай жерден бастағаныңызды біліп отырасыздар. Біреу. 2. Енді бұдан ары қарай крючокты кәдімгідей осылай кіргізіп тоқи береміз. 3, 4, 5. 5 тоқыдым, енді жұппаған тоқимын. 1, 2. Болды, осылай. Схема бойынша осылай керек жалпақтыққа дейін тоқыңыздар.